Баршаңызға сәлем. Мен бүгін пирог дайындап жатырмын. Сол үшін мені соңына дейін қарап, лайк пікірлеріңізді қалдырып, бағалап жіберіңіздер. Бұл пирогты алғаш рет жасап жатырмын. Сондықтан басында менде кішкене қорқыныш болды, қалай шығады екен деген, бірақ ойдағыдай шықты. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек заттарды алдын ала өлшеп алдым, ал сіздерге төменге жазып қалдырамын. 2 жұмыртқаны қант қосып жақсылап араластырдым. Содан кейін ерітілген сары майымды құйып, одан кейін ұнды араластырдым. Ұнды бенчиктің көмегімен жақсылап араластырдым. Содан кейін қалған ұнды салып, қамыр иледім. Қамырымыз жылдам бірігіп, жұп-жұмсақ қамыр шықты, себебі құрамында май болғасын, өте жылдам иленді. Осылай қолымызды ұнды бір-біріне біріктіріп, жұп-жұмсақ нәзік қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды кәдімгі пакетке салып, тоңазытқышқа 10 минутқа тындырып аламыз. Тоңазытқышқа салынған қамыр қазір пирог дайындағанда өте жақсы, ыңғайлы жасалатын болады. Қазір себебі құрамында май болғандықтан өте қатты жұмсақ, үзіліп кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене тоңазытқышқа салып тындырып аламыз. 10 минуттан кейін қамырды алып пайдалануға болады. Осылай 10 минут өткеннен кейін, міне көрдіңіздер, кішкене қамырымыз жақсы болып, ыңғайлы болып тұр жасай беруге. Осы қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін сәл кішілеу қылып, үлкен бөлігінде, 2 бөлігінде оқтаудың көмегімен дайындайтын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай жайып алдым. Көлемін осы сіздің өзіңіздің пайдаланатын ыдысыңыздың диаметріне байланысты дайындап алсаңыздар болады. Осылай мен өзімнің ыдысыма өлшеп, артық жерлерін алып, осылай дайындап қойдым. Варенье салуға енді соның үстін сәндейтін екінші қамырымызды да дайындап алдым. Екінші қамырымызды осы арнайы узорлы пышақпен ұзыншалап, ұзын қылып, осы қамырларды кесіп дайындап алдым. Сіздер пышақпен кессеңіздер де болады, немесе бар болса осындай құралмен кессеңіздер де болады. Вареньемізді қойып, қасықтың көмегімен әдемілеп жайып аламыз, тегістеп. Содан кейін кесілген қамырларды ұзынына көлденең қойып, пирогтың бетін торлап сәндейтін боламыз. Осылай жайғастырдым қамырларды, артық жерлерін алып. Қазір оларды, артық жерлерін пирогымыздың айналасын жабуға қолданамын. Осылай енді торлап жатырмын, үстінен салып. Өте әдемі, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Міндетті түрде қарап өтіңіздер. Пайдалысы болса, сіздер өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Міне осындай әп-әдемі пирогымыз дайын болды. Енді осыны 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Пешімді қыздырып қойдым. Оған дейін жұмыртқаның сарысын бетіне жақтым, себебі піскенде әп-әдемі болып жылтырап, сарғайып тұрсын деп. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып болып пешке жібердім. Пеште 30 минут пісіріп алатын боламыз. Міне 30 минуттан кейін дәл осындай пирог шықты. Енді бағалап жіберіңіздер, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.
менімен бірге болыңыздар.